Ешқандай да пешті қажет етпейтін үй жағдайында осындай өте керемет, әдемі, дәмді десертті сіздермен бірге дайындаймыз. Ол үшін үйдегі бар кез келген печенье түрін алып, оны блендерға салып ұсақтаймыз. Егер сіздерде блендер болмаса, онда печеньенің барлығын целлофанға салып, үстінен оқтаумен жүріп ұсақтауға да болады. Печеньемізді осылай ұсақтап алғаннан кейін, оның үстіне бір тал бананымызды салып, тағы да блендердің қақпағын жауып, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің бананымыз толықтай печеньемен араласып, осындай консистенцияға енеді. Енді осы жасап алған, ұсақталған печеньемізді өзімізге ыңғайлы болатын ыдысқа салып, оның үстіне ерітілген сары майды құйып аламыз. Барлығын жақсылап шанышқымен араластырамыз. Енді осы дайын болған печеньемізді өзімізге ыңғайлы болатын кез келген ыдысты аламыз. Мен мына жерде тарелканы алдым. Оның үстіне печеньемізді алып, осылай қолымызбен дөңгелектеп, барлығын орналастырып шығамыз. Кейін шамамен 1 сағатқа немесе 1,5-2 сағатқа мұздатқышқа міндетті түрде қоямыз. Оны мұздатқыштан шығаратын кезде шоколадты глазурь дайындаймыз. Ол үшін мен мына жерде Қазақстан шоколадын алып, оны микроволновкада ерітіп алдым. Немесе шоколадты ыстық суға қойып, ерітсеңіздер де болады. Кейін осындай ұсақталған орехты салып, барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Біздің шоколадты глазуріміз дайын. Міне осындай жаңағы печеньеларымызды мұздатқыштан алып шығардық. Толықтай мұздап, суық болып тұр. Суық болғаны біз үшін жақсы. Оны бірден осылай салқындап қалған шоколадымыздың үстіне салып, кішкене аунатып аламыз. Содан соң шанышқының көмегімен және осындай палочканың көмегімен пергамент қағазына орналастырамыз. Біз печеньені мұздатқышқа салуымыздың себебі шоколадымыз бірден осының үстінде қатып, өзінің формасын ұстау үшін міндетті түрде печеньемізді мұздатқышқа салуымыз қажет. Сол кезде біздің шоколадты глазуріміз бірден қатып, осындай әдемі болып шығады. Мінекей біздің десертіміз дайын, өте әдемі болып шығады. Мұздатқышта тұрғаннан кейін өте тез шоколадымыз бетінде қатып, өте керемет болып шығады. Санаулы минуттар ішінде ғана дайындалады. Балаларға өте қатты ұнайды. Сол себептен міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес етемін. Осы бейне сіздерге ұнап, пайдалы болса, міндетті түрде бейнеге лайк басуды ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Олар да пайдалы ақпараттарды біле жүрсін. Осындай көптеген жаңа, сенімді, өзім үнемі қолданып жүретін рецепттермен алдағы уақытта көптеп бөлісемін. Сондықтан оларды жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.